Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен біз жылдам әрі дәмді дайындалатын асқабақпен тамақ жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Бізге еттің де қажеті жоқ. Аяқ астынан немесе етіңіз тоңазытқыштан алынбай қатып тұрған кезде, немесе ет болмай қалған кезде осы тамақты жасап жіберсеңіз, балаларыңыз деген сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге картоп, асқабақ, жуа қажет болады, және де капуста қажет болады, және де дәм беруші сарымсақ пен болгар бұрыш қажет болады. Барлығын осылайша турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Ең қызығы витаминге толы тамақ десек те болады. Асқабақ, капуста дегендерде енді витамин өте көп. Газымызға қазанымызды қойып, осылай майымызды қыздырып аламыз. Ең алдымен жуамыз саламыз. Сосын оған картопымыз бен асқабағымызды салып, бір 10 минут қуыратын боламыз. Көп араластырмаймыз, шамалап қана араластырып, астын баяу етіп, 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Осылайша 10 минут өткен соң үстіне капустамыз бен болгар бұрышы және сарымсағымызды салып араластыратын боламыз. Көп араластырмаймыз, өйткені асқабағымыз езіліп кетуі мүмкін. Шамалап қана араластырып, оған тұзымызды және де қантымызды, бұл рецепттің ерекше жері қант салатын боламыз. Тамағымызға өте дәмді болып шығатын болады. Қант пен тұзымыздың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Капустамызды, тұзымызды, қантымызды салып болған соң осылайша шамалап араластырып қоямыз. 10 минуттан соң бетін ашып, оған шамалап қана қара бұрыш саламыз, және де жарты кесе суымызды, осылайша асқабағыңыз аз болса тағы да қосып жіберсеңіз болады. Мен сияқты жарты кесе суымызды құйып, осылай 15 минутке бұқтырып қоятын боламыз. Каналымдағы рецепттер ұнап жатса сіздерге, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер, видеоларыма лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Мінекей, тамағымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Енді сіздерге дәмін айтып жеткізе алмаймын. Балаларыңызға өте керемет витаминге толы тамақ, міндетті түрде жасап